Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ әдебиет сабағына қош келдіңдер. Қазір барлығымыз ортаға келіп, шеңбер жасап тұрайық. Бүгінгі алған білімің өміріңе артық болсын. Рахмет. Әрқашан күлімдеңдер. Бүгін барлық сабағыңа сәттілік болсын. Бүгінгі сабақта рухани байы. Бүгін саған сәттілік тілеймін. Ата-ананың үмітін ақтап. Нұрхан, мен саған жақсылық тілеймін. Гүлім, мен саған күшті сабақ тілеймін. Рахмет. Бүгінгі сабақта саған тамаша болдың. Рахмет. Қазір бірден балалар топқа бөлініп алайық. Қорапшадағы түстермен өздерің таңдап ала қойыңыз. Жақсы балалар, топқа бөлініп отырайық. Сарыларына түсін. Бірінші ғылым тобы, екінші ақыл тобы, үшіншісінде білім тобы. Балалар, қазір өзін-өзі бағалау парағын қарап келейін. Әдетте бағалау парағы үй тапсырмасынан басталады. Ендеше үйге берілген топтық жұмысқа кезек берейік. Қай топ дайын? Барлық топ дайын екеніңізге кезек-кезек шығып қорғасаңдар болады. Әуелде бір суық мұз ақыл серек, жылытқан тұла бойды ыстық жүрек, тоқтаулылық қалыпты шыдамдылық, бұл қайраттан шығады, білсең керек. Бұл біздің топтың жасаған бұл трейлер жұмысы. Біз бұнда Абайдың 17-ші қара сөзіне сүйене отырып, бұл трейлер жұмысын жасадық. Болашағы өскелең ұрпақ. Аз ғұмырымда адамды түзу жолға салуды мақсат еттім. Білім, ғылым, оқу, өнер, жас ұрпақ тәрбиесі, ұстаз, шәкірт, өлең, қара сөздерінің тақырыбына айналды. Біз бүгінгі жұмысымызда Абайды жасанды интеллект көмегімен алып келуді жөн көрдік. Аман есен, жақсымыз. Абайжан, өзіңе асыл сөз, алғыр ой тауып айтқан кісі болды ма? Менің Әбдірахман деген балам бар еді. Оны 9 жасында Семейдегі орыс мектебіне оқуға бердім. Біз бүгінгі сабақта жасанды интеллекттің көмегімен анимациялық фильм арқылы Абайдың қандай дана екенін көрсеткіміз келді. Балалар, үйден өте тамаша жұмыстар жасап келген екенсіңдер. Абайдың мақсат мүддесін, даналығын дәріптеуге. Енді өздерің бүгінгі сабаққа қандай мақсатпен келдіңдер? Бүгінгі сабақта жаңа білім үйреніп, оны мен болашақта өмірде қолданғым келеді. Өте жақсы. Тағы. Мен бүгінгі сабақта Абайдың шығармашылығынан рухани азық алуға келдім. Керемет. Келеді. Мен бүгінгі сабақта Абайдың қара сөзінен жарық нұр, яғни білім алуға келдім. Тамаша. Жаңағы өздерің айтқан мақсаттарға жету үшін оқу мақсатына назар аударайық. Шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын айқындау. Бұл мақсатқа жету үшін сабақтың тақырыбы қандай? Абай Құнанбайұлының 32-ші қара сөзіндегі авторлық идея. Ендеше бірінші тапсырмаға көшейік. Абайдың 32-ші қара сөзін QR код арқылы қазір оқып танысаймыз. Қара сөздің мазмұнымен танысып болған болсаңдар, бірінші тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырма бізде ой тұжырым әдісі бойынша Абайдың білім ғылымды меңгеруге қойған талаптарындағы негізгі ойды ашасыңдар. Қазір талаптарды таңдап алайық. Бұл бізде жұптық жұмыс, сондықтан бірге орындайсыңдар. Бұл тапсырмаға 2 минут балалар. Аш. Бізде екінші сабақ. Қай жұптайын екен, ендеше бастайық. Бірінші талаптан бастаймыз онда.
Бұл талап адам баласының мәдениетке, өнерге, білімге ұмтылысын және алдағы қиындықтардан қорықпау, жалқаулықтан күресу болып табылады. Екінші талап. Екінші талап. Кімде? Абай бұл жерде білім мен ғылымды үйренудің мақсаты дұрыс болу керек екенін айтады. Яғни адам ғылымды ақиқат үшін өзіне және елге пайдасы тисін деп үйренуі керек. Ал мақтану, біреуді жеңу, өз пайдасын ойлау дұрыс емес ниет. Тамаша. Соңғы 6-шы талап. Ғылымды ақиқатты тануға кедергі болатын нәпсіге, бос әдетке ермеу керек. Адам жалқаулық, еріншектік, ойын-сауыққа әуестік, мақтаншақтық, пайдағорлық сияқты жаман әдеттерден арылуы керек. Өйткені осындай нәпсілік әуестер адамды ғылымнан алыстатады. Ғылым таза, сабырлы, тұрақты көңілді қажет етеді. Егер адамның ойы әр нәрсеге бөлініп, бірде ойын болып, бірде мақтан болып жүрсе, ол нағыз білімге жете алмайды. Келесі тапсырма бізде балалар екінші идеяға үн қос әдісі топтық жұмыс. Біз қара сөзден алынған үзінділерді талдаймыз, авторлық идеяны анықтап, бүгінгі өмірмен байланыстырамыз. Қалай жетеміз? Жоқ, үзінді авторлық қандай немесіз? Идеяны? Ендеше, қазір қай топ дайын екен? Ақыл тобы бірінші. Аштаға келе қойды. Адам ақылын әлсірететін, зиян келтіретін әдеттерден, ойлардан аулақ болу керек. Абайдың адам болмысынан тұлғалық тұтастығы. Адам ашуға берсе, нәпсіге болып кетеді. Бізде хирслану деген сөз бар. Ол дегеніміз ашуға болуы, ашу ызаның артуы дегенді білдіреді. Яғни мақтаншақтық, тәкаппарлық, көрем-артық адамның шытырығы болып саналады. Жалпы бізде бұл үзіндіде мінез туралы айтылған. Мінез дегеніміз ол сауат, яғни ақыл мен ғылымды ұстап тұратын рухани қорған. Көрсетарлық жеңілдік сол мінезді жояды, адамды әлсіз етеді. Мінез дегеніміз ол ақыл мен ғылымды ұстап тұратын жалғыз рухани сауат. Келесі тапсырма бізде ой салу, ойланту. Бұл бізде жеке жұмыс, проблемалық сұрақ. Осы сұраққа өз көзқарастарыңды білдіресіңдер. Адамның жетілуі біліммен өлшене ме, жанның тәрбиесімен өлшене ме? Дайын болсақ балалар, өз көзқарасын кім білдірген дейді? Ал, Ержанат? Адамның жетілуі біліммен емес, жанның тәрбиесімен өлшенеді деген пікір терең философиялық әрі тәрбиелік мәні бар тұжырым. Білім мен ақыл адам дамуының маңызды бөлігі. Білім адамдағы ақпараттар мен логикамен, ғылымның техникалық қабілетпен қаруландырады. Келесі, Жәнипа? Бұл пікір дұрыс әрі орында. Себебі адамның шынайы жетілгені оның тек біліммен емес, рухани адамгершілік қасиеттерімен анықталады. Білім құрал, ал оны жақсылыққа не жамандыққа пайдалану адамның жан тәрбиесіне байланысты. Жақсы, өте жақсы. Келесі, тағы? Нұрболат? Жан тәрбиесі, рухани кемелденудің өзегі. Жан тәрбиесі дегеніміз ар-ождан, адалдық, мейірім, сабыр, кешірім, әділдік сияқты қасиеттердің дамуы. Адамның шынайы жетілуі оның ішкі дүниесінің тазалығы мен ниетінің түзілуіне тікелей байланысты. Мысалы, бір адам ғылымда озық болар, бірақ егер ол өз пайдасы үшін басқаларға зиян келтірсе, оны кемел адам деп қиын. Балалар, бізде келесі тапсырма, соңғы 4-ші тапсырма. Джойтека платформасындағы сұрақтарға жауап береміз. Мен қазір сендерге жіберемін телефондарыңа. Бүгінгі сабақтан алған білімімізді жинақтап, өздеріңіз бағаларыңды қойып, және бұл сабақтан мен деген ойды ары қарай жалғастырып берсеңіздер. Қандай ой түйдіңіз?
Мен бүгінгі сабақтан абайдың қара сөздерінен руханият және алдым. Мен бүгін өзім мақсатыма жеттім деп ойлаймын. Себебі бүгінгі сабақта Абай Құнанбайұлының терең мағыналы ойларын түсіндім. Мен бүгінгі сабақтан абайдың философиялық ойларын түсіндім. Мен бүгінгі сабақта мінез адам бойындағы рухани тірек екенін түсіндім. Тамаша. Балалар, қазір енді үй тапсырмасын аламыз. Ескендір поэмасының мазмұнымен шаңсып келеміз. Бүгінгі сабақтарыңа рахмет. Сау болыңдар. Сау болыңыз.